түсіресің? Барлықтарыңызға сәлем. Менің есімім Жансая. Сенің есімің? Айтшы. Нені айтам? Үндемей тұрасың дедің ғой. Есімің кім? Дико. Дико, Дидар шын аты. Біз екеуміздің кездесіп жүргенімізге августтың 15-інде 5 жыл болады. Біз осы жылы үйленуге шешім қабылдадық. Сол себепті біз енді барлық нәрселерді бірінші рет істеп жатырмыз. Ешкімнен кеңес сұрамай, өздігімізден бәрін бастап көріп жатырмыз. Сондықтан біз алдағы уақытта өзіміздің үйлену тойымыздың сырға салу, құдалық тағы басқа видеоларды бөлісіп салып отыратын боламыз YouTube'да. Бізде әлі ешқандай подписчик жоқ, бәрін енді бастап жатырмын. Ол просто менің бұндай бұндай контентке шешім қабылдаған себебім. В общем, қазір жастар үйленуге шешім қабылдағанмен көп нәрселерді біле бермейді. В общем, көп нәрсе не істеу керектігін білмейді. Дико! Не істеу керектігін білмейді. Мысалы, ЗАГСке қалай бару керек, көйлекті қайдан алу керек. Даже біз көйлек, костюм ештеңе алмағанбыз. Соның барлығын бізбен бірге көретін боласыздар. Біз оны бөлісетін боламыз. Дико, туф, немене болды? Кетші бар. Нормально түспейсің, мен айтсашы отырам деп. В общем, барлығымен біз бөлісетін боламыз алдағы уақытта. Мен қалай көйлек таңдап жүрмін, бұл қалай костюм көріп жүр, бәрін түсіреміз. Біздің каналымызға пікір жазыңыздар, ойларыңыз жазыңыздар, не көргілеріңіз келеді, қайда барайық, не істейік, солардың бәрін. Өйткені қазіргі үйленіп жатқан жастарға бұл өте керекті сұрақтардың бірі. Біз даже пригласительный дейін жасайын деп жатырмыз. Қазір май айы, енді біздің тойымыз июльдің 25-інде менің ұзатылуым, августтың 3 күні Дидардың свадьбасы. Дидардың үйінде екеуміздің свадьбамыз. Сол, в общем. Достар, біз қазір ЗАГСке келе жатырмыз. ЗАГСке деп қолымызда удостоверениеден басқа ешқандай документ жоқ. Қазір біз барлығын біліп сұраймыз. Не керек? Может, қазір уже жаңа заявка беріп кетеміз, білмеймін. В общем, қазір неме деймін? Ракс деп аталады екен, бірақ Дико оны Цон деп айтты. Міне сол Цонға келе жатырмыз. Оның ішін түсіруге болмайтын сияқты, что-то қорқып тұрмыз, ондай біздің полномочиямыз жоқ қой. Вот, міне екі дәлел, екі удостоверение. Қазір біз соны барып өтініш беріп көреміз. Блин, жақсы болса керек. Біздің алғашқы қадамымыз осы ЗАГСтен басталады. Бізге сәттілік тілеп қойыңыздар. Біз қазір екеуміз екі бөлек тұрамыз. Кейін үйленгеннен кейін Алла қаласа осы Алматы қаласында бірге тұратын боламыз. Әзірше біз бөлек тұрамыз. Жұмысқа бірге бар қайтамыз. Сосын Дико айтшы, не айтам? Не айтасың? Не айтайын? Мен таптым. В общем, кімге не ұнамайды, тез айтып кетейін. Дико негізі осындай нәрселерді ұнамайды. Мен оны мәжбүрлеп түсіріп отырмын менімен бірге. Мен өзім осындай нәрселерді жақсы көремін. Содан кейін Дико не ұнатпайды. Дико кино көргенді ұнатады, көп кино көре береді. Мен оған уақытым жоқ, бірақ мен заставлять етсе мен көремін. Сосын Дико, сен не ұнатпайсың? Не ұнатпайсың? Нені жек көресің? Естеген жек көресің? Дико, в общем, бар ғой, андай шашылып жүргенді ұнатпайды. Мен вечно шашылып жүрем, мен рюкзагым былай салақтап, бір жақта сөйтіп жүрем. Дико постоянно жинақ жүреді, мен сумкамның іші бардак, оны Дико жинап береді постоянно. Блин, айтшы, Дико, пожалуйста. Не айтайын? Білмеймін. Менімен 5 жыл жүру саған қиын болды ма? Нормально. Нормально? Менен сұрайшы. Не сұрайын? Білмеймін, бірдеңе сұрайшы. Не сұрайын айтсаңшы? Сен сұрасашы менен енді, бірдеңе сұрасай, мен сұрағым келіп жүрген нәрселер бар. Мен сенен сұрайын дегенім, осы уақытқа дейін сенде қаншама мүмкіндік болды? Мысалы, қандай? Қалай қандай? Сондай сұрақ болма, қаншама мүмкіндік болды, не болды? Осы уақытқа дейін сенде қаншама мүмкіндік болды? Не істеу үшін? Жоқ, сен сұраққа сұрақпен жауап бермесінші. Сұраққа жауаппен қаншама жауап бер. мүмкіндік болды? Менде мүмкіндік көп болды. Осы уақытқа дейін сенде қаншама мүмкіндік болды? 89 мүмкіндік. Вот солай жауап беру керек қой. Ал енді? Сен неге оның бәрін санап жүрдің бе сонда? Жоқ, санаған жоқ. Мен өзің 10 емес сұрақ қойып отырсың ғой. Қалай 10? Жүйелеп қойып отырған жоқсың, Дико, кетші. Қандай сұрақ болды? Дұрыс нәрсе ғой, өшірме. Маған екеумізге қатысты бір сұрақ қой, давай соған.
Осы уақытқа дейін сенде қаншама сезімтал болды? Давай мен саған бір қысқа блиц 5 сұрақ қоямын. Екеуміз қай жылы, қай күні жүрдік? Да, ұмытып қалдым мен оны. Хотя бы қай жылы? 2010-нан жоғары ғой. Қай жылы айтшы? Ұмытып қалдым мен оны. Бізге қазір 5 жыл болса, значит қай жылы? 2014 қой. Соны білмейсің бе? Ойбай, оңбаған. Ужас. Менің сүйікті тамағым. Не ғой? Чечевичный. Дико мен оның дәмін қандай екен білмеймін, чечевичный деген ұнамайды маған. Түрі ұнамайды маған. Дәмін ұнамайды. Өтірік айтпашы, Дико, білесің ғой сүйікті тамақтарымды. Не шығар? Манты шығар? Жоқ, лағман. Қандай? Сойру. Ой, кетчіп. Не? 5 жыл не істеп жүрмін? Дұрыс қой, енді сойру ма? Или мошуру ма? Жоқ. Енді? Цумян. Цумян. Ал фастфудтардан нені жақсы көрдің? Бәрін. Сен бәрін вообще білмейді екенсің, кетші, қойшы. Қажынайын, бургер. Қандай, қойшы, қандай? Бургер? Жоқ. Бургер емес пе? Жоқ. Фастфудта... Сен бір жаңадан танысып отырған адам сияқтың, бір 2 минут. Картошка фри? Жоқ. Енді. Мен өліп жеймін. Өліп прям күнде отказ берме, алайық деп мен жеймін. KFC? Соның ішінде? Тауық қанатшалары. Қанатшалар деген сөз болмайды ғой. Ладно, жарайды. Менікі сол. И соңғы сұрақ последний. Маған қандай кинолар ұнайды? Мен киноларымнан бір 3 киноны атап берші, мен жақсы көретін 3 киноны. Не ғой алғы? Қандай еді анау? Қумаш, Дико. Жанрын, киносын айта алмайсың ғой, мысалы қандай? Жанр драма ғой. Сосын? Комедия. Сосын? Дорама. Сосын? Форама. Жоқ, айт, мен любимый дорамам. Мой посуду кивинца. Енді қандай? Силачка. Силачка. До. Боқ. Мне біз, өтініш беріп шықтық ЗАГСке. В общем, ең бірінші ешқандай документ керек емес, екі удостоверениеден басқа, бірақ міндетті түрде флешка керек. Флешкасыз соңға келмеңіздер. Егер ЭЦП-ларыңыз жоқ болса, егер ЭЦП ашу үшін, в общем, флешка керек екен. ЭЦП деген электронная цифровая подпись. Сол арқылы заявка жібереміз. Электронная цифровая подписпен бүгін заявка жібердік. Ровно бір айдан кейін дайын болады деді. Сол үшін сіздерге керек 2 удостоверение, содан кейін флешка міндетті түрде. И одан кейін карточка. Каспий Голд жарамайды екен, басқа банктың карточкалары жарайды. Оның ішінде где-то 3000 теңгедей ақша болу керек. Бізден 2625 теңге алды. Енді біз бір айдан кейін келіп, дәл осы соннан өзіміздің неке қию туралы куәлігімізді аламыз. Міндетті түрде өз жерде тез сұрайды екен. Сондықтан сондарда андай сұрақтарға дайын болыңыздар. Фамилияңызды өзгертесіз бе, жоқ па? Одан кейін қандай соннан аласыз сол свидетельство о браке дегенді. Соның бәрін ойланып келу керек алдын ала. Жалпы осы мынау просто жаңағының квитанциясы, ешқандай документ керек емес екен, және прописканың маңызы жоқ. Егер де сіздің болашақ күйеуіңіз немесе болашақ жарыңыз басқа қаладан болатын болса, сіз басқа жақтан болатын болсаңыз, ол қатты маңызды емес. Дико, сен өзің көшеш? Ол қатты маңызды емес, сондықтан алаңдамаңыздар. В общем, бір айдан кейін келіп біз аламыз. Барлықтарыңызға рахмет, пока. Сен өзіңді осы уақытқа дейін қанша рет ойлап көрдің? Мен всегда өзімді ойлаймын. Жоқ, сол қанша рет? В первую очередь. 1,850 000 Менің ең сүйікті қызым. Мен. Дұрыс. Табаламай ма деп ойлаймын. Екеуміздің жүрмеген уақытымыз қай кезде?
екеуміздің жүрмеген уақытымыз ол 2017-ның 2017-ның жазында екеуміз 2 апта жүрмей кеткенбіз. Біреу ақ, Болды, қалғанда жүріп кеттік. Қалғанда жүрдік қой, сол. Жоқ. 2 апта сөйлеспей Біз қойдық. 2014 жылға дейін жүрген жоқпыз ғой. Ой, дело говоришь, ей. Молодец. В общем, осы біз ең қатты ұрысқан кезіміз 2 аптаға жалғасқан болатын. Одан кейін мынау маза бермейді, татуласа үлгереді күнделікті. Мен кешіре берем. Ойбай. Может, керісінше шығар. О май гад. Жоқ, мен кешірем ғой, сен кешірмей қойсам жүрмейсің ғой сен менімен. Мен де кешірем ғой. Сен мен неменеге кешіресің? Ол маған положено, мен қызбын, мен оны істеуім керек, сен кешіруің керек. Жарайды. Қыздарға Сенікі дұрыс. В общем, жоқ өшірме. Барлықтарыңыз біздің каналға жазылыңыздар, бізді көріңіздер. Біз сіздер сияқты, как обычно, мысалы, қуамыз, осылай өмір сүреміз. Біздің осындай кемшіліктеріміз бар. В общем, сол. Пока. Дико пока де. Пока. Дұрыс көрсет.